Салауат айтудың берекесі мен кедейліктен сақтайтын қасиеті. Салауат Мұхаммед пайғамбарға Алланың сәлемі мен игілігін тілеу. Бұл жүректі нұрландыратын, ризықты арттыратын, уайымды кетіретін ең жеңіл ең сауапты амалдардың бірі. Салауаттың берекесі ризық көбейеді. Салауат берекенің кілті. Кім жиі салауат айтса, Алла оның табысына береке береді. Аз табыста жеткілікті болып, жетпей жатқан нәрсе толығады. Кедейліктен сақтайды. Салауат кедейлікке қарсы қалқан деген. Өйткені ол дұғаның ең қабыл болатын түрі. Ризық тек ақша емес, денсаулық, тыныштық, отбасы амандығы да, байлық. Уайым мен қарыздан құтқарады. Бір сахаба пайғамбарымыздан дұға жайлы сұрағанда, ол кісі салауатты көбейтуді айтқан. Салауат айтсаң, онда уайымың кетеді, күнәң кешіріледі, ризығың артады деген сүйінші хабар бар. Дұға қабыл болады. Дұға басы мен соңында салауат айтылса, ол дұға қабыл болуға жақын. Жүрек тынышталады. Салауат зікір. Ал зікір жүрекке шипа. Құрандағы дәлел. Құран аятында, расында, Алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Ей, иман келтіргендер! Сендер де оған салауат айтып сәлем жолдаңдар. Ахзаб сүресі 56 аят. Салауатты қалай айту керек? Ең қысқа түрі Аллахумма салли аля Мұхаммад немесе толық түрі Аллахумма салли аля Мұхаммадин ва аля әли Мұхаммад. Күнне 100 рет ризықтың кеңеуіне себеп, 300 рет жүректің тазалығына, 1000 рет ерекше берекеге себеп болады. Ниетпен салауат береке байлықтың кілті, уайымның емі, кедейліктен қорған жүректің нұры. Жиі айтатын адам ешқашан рухани да, материалдықта кедей болмайды.